Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін мен сіздерге соңғы сән әлемінде болып жатқан жаңалықтарды айтатын боламын. Соңғы видеолар распаковка темасына бөлініп кеткесін тақырыбына. Бүгін сіздерді қуантайын деп сән әлемінде болып жатқан ұзын көйлектер туралы осы видеода ұсынатын боламын. Соңғы уақыттарда зерттей отырып, барлық қазіргі әлем деңгейінде болып жатқан, подиумда болып жатқан өзгерістер бәрімізді қуантады. Себебі бұл көйлектер, ұзын көйлектер күнделікті қолдануға арналған. Әйгілі атақты дизайнерлардың барлық 2023-2024 топтамаларына қарайтын болсақ, зерттей келе ұзын көйлек, ұзын жейделер үлкен бір трендке айналып жатыр. Бұрын біз тек қана кешке, тойға ғана көйлек кию деген ой қалыптасып қалған болса, қазіргі таңда біз оны күнделікті күнде киюге арналған атрибут ретінде қарау керекпіз. Бұл жаңалық яғни бәрімізді қуантады деп ойлаймын, әйел қауымын. Себебі белгілі бір уақыттарда спорт әлеміне біз қатты өте бейімделіп кеттік. Себебі удобство, ыңғайлы болғасын, көбіне шалбар, спорт киімін киіп, сол стильмен ұзақ жүріп кеттік. Енді қазіргі таңда 20-24 жылдары бұрынғы 80-70 жылдарда болған үнемі өзіміздің аналарымыз киетін көйлектер, ұзын көйлектер хлопоктан, органзадан, кружевадан өте әдемі, өте ыңғайлы, сондай бір әсем, нәзіктік, бір қыздарға да, келіншектерге, әйел қауымына бір өзіндік бір стиль беретін көйлектер қазіргі таңда ұсынылып жатыр. Жалпы мен өзім қуаныштымын бұндай стильдер қайтадан қалыптасып жатқанына. Бірнеше модельді барлық әйгілі дизайнерлар сол өздерінің подиумдарында атақты бренд атымен осындай көйлектерді ұсынып жатқанына өте қуаныштымын. Себебі қазір тек қана көйлектер ғана емес, ол алдыңғы видеоларда көрдіңіздер, юбкалар да бар, ұзын болып қазір қайтадан қалыптасып жатқан бірнеше модельді. Сондықтан бұны күнделікті күнге біз алмастыру керекпіз. Мына спорт әлеміне шығып, кішкене әйелдік өзіміздің бейнемізге қайтадан оралу, ол қуанышты жаңалық деп ойлаймын бәрімізге де. Видеода көріп тұрғаныңыздай, соңғы 2023-2024 жылы подиумда ұсынылған бірнеше модельдар бар. Ұзын көйлектердің бағанағыдай летнее платье, миди деп айталады жалпы. Қазір үлкен бір сұраныста болып жатыр деп айтуға болады. Өздеріңіз байқасаңыздар болар. Сауда орталығынан, басқа да жерлерден үлкен бір ауқымды көпшіліктің көзін жауын алатын көптеген ұзын көйлектер сатылымда тұр. Сән әлемі енді алдағы уақытта да жыл сайын енді өзгерістер болып тұрады, бірақ бұл өзгеріс өзгермесе жақсы болар еді. Себебі ұзын көйлектер әйел адамның сәні деп өз басым ойлаймын. Күнделікті киімдерімізді сәнді осындай әдемі, ыңғайлы көйлектерге ауыстыруды ұсынамын. Модный тренд каналыма тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Сән әлемінде болып жатқан жаңалықтармен міндетті түрде сіздермен бөлісемін.